домбыра тарту, ән салу, өлең айту сияқты халықтың үйреншікті зауықтарына дейін күнә деп тыйғысы келген. Бірақ ұзын арқан, кең тұсауға қалыптанған қазақ шариғаттың тар тұсауына үйрене алмаған. Ахмет Байтұрсынұлы. Екатерина II 1785 жылы 25 қарашада арнайы қаулы шығарып, барон Игельстромға қазақ руларын татар молдаларымен қамтамасыз етуді тапсырды. Нақты жұмыс 1789 жылы Уфа қаласында мұсылман діни басқармасының ашылуынан басталды. Молдалар онда Екатерина II шығарған Сібір халықтарын бөліп алдай билей бер жарғысын орындауға да машықтанды. Бір жағынан байлыққа қызыққан молдалар бай адамдарға жас қыздардың некесін шариғат арқылы заңдастырып беріп отырды. Бай мен кедей арасындағы әлеуметтік теңсіздікті өз мүдделеріне орай қолданып, ел арасына таптық бүлік салды. Олар қазақ даласында Ресей үкіметіне тыңшылық қызмет атқарды. Мәселен, алғашқы мүфти Хусейнов Сырым Датұлының ұлт азаттық көтерілісін басуға тікелей қатысқан кісі. Указной молдалар қазақ дәстүрін жоюды мақсат тұтты. Бұл мақсатты олар ең әуелі аналарымызды қоғамнан шектету, аластау арқылы жүзеге асырғанын білдіреді. Еуропалық саяхатшылардың жазбалары бойынша кейінгі этнографиялық деректерінде бір кездері ән айтып, айтысқа, сөз айтысқа емін-еркін түсетін еркін ойлы қыз-келіншектердің қараңғы тіршілікке ақырында бойысына бастағанын аңғарамыз. Айтыңызшы, еш нәрсе көрмеген, білмеген, еркін ой пікірінен қағылып, қоғамнан аластатылған ана баласын қалай тәрбиелей алады? Құлқын ойлаған діншілдер қыз балаларды тым ерте тұрмысқа беру, жас баланы шалға қосуды заңдастыру сияқты абыройсыз істерге де емін-еркін араласты. 1914 жылы Әлиханның «Мұсылмандар съезі» атты мақаласында қыз балалардың тағдыры мен қазақ тілі мәселесі қозғалды.